Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін ауызашардың 9-шы күніне арнап ас мәзірін ұсынамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бүгін 9-шы күніне арнап жеңіл тағамды ұсынамын. Осындай картоп езбесінен осындай вареники тез арада дайын болатын, және де самса. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен вареникидің қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге ұнның үстіне бір дана жұмыртқа және алдын ала тұзды суды дайындап алдым. Тұзды сумен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Міне дәл осындай болады. И кішкене тұндыруға қоямыз. Қамырымыз тыңғаннан кейін қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп шайып аламыз. Міндетті түрде жұқа болу керек. Жұқалау өте маңызды. Қамырымызды дәл осылай әдемілеп тұрып жайып аламыз. Алдын ала жуамызды жақсылап майда етіп тұрап, дәл осындай кішкене ғана майға қорып аламыз. Картопты алдын ала қайнатып, пиязбен жақсылап тұзын қосып, дәл осындай картоп езбесін дайындап аламыз. Бізде дәл осындай картоп езбесі шықты, өте дәмді болып шығады, және қамырды үлкейткен және де кескен жерім көрінбей қалыпты. Арнайы насадкамен немесе қалауыншы стакандармен кесіп, дөңгелекше етіп кесіп алып, ортасына картоп езбесін салып, дәл осындай етіп бүгіп алып, мантываркаға пісіріп алсақ, өте дәмді болып шығады. Қасына самса дайындаймын. Ол үшін тартылған ет, жуаны ұсақтап тұрап, қалауыншы дәмдеуіштер, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала мен самсаның қамырын міндетті мұздатқышқа жайып дайындап аламын. Өйткені қазір ауызашар уақытында тез істей салатын осы өзіме ыңғайлы болғандықтан дәл осылай дайындап жайып аламын. Тестасын дайындап қоямын алдын ала. И салмасын салып, осылай бүгіп аламын. Міндетті түрде самсаның толықтай қалай теста жасалуы менің YouTube арнамда бар. Міндетті түрде описание бөліміне сілтемесін қалдыратын боламын. Сол сілтеме арқылы көрсеңіздер болады. Үстіне жұмыртқаны араластырып, жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Қамыры өте әдемі, әрі слоеный болып шығады. Және де вареникидан картоп езбесі қалғандықтан дайын тұрған ашыған қамырдан осындай пирожкиді пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде описание бөліміне пирожкидің сілтемесін қалдыратын боламын. Сілтеме арқылы өтіп қарасаңыздар болады. Бүгінгі тәттіге осындай асты сметаник, үсті желатин қосылған өте дәмді фруктовый пирог болды. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Видео рецепті соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу. Оразаларыңыз қабыл болсын. Дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Барлықтарыңызға ас болсын.